Ассаламуалейкум баршаңызға. Менің атым Алтынбек Рахымберді. Қазақ білсін арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Егов порталынан ECQ кілтін қалай онлайн алуға болады дегенді көрсетемін. GSN нөмірі авторизация жасалмағандығы себепті онлайн кілтті ала алмағандар үшін осы видеода көрсетемін. Міне қараңыз, дәл осылай авторизациядан GSN-іңіз өтпеген, тіркелмеген деп тұрса, онда осы видеоны көріңіз. Мен сіздерге толықтай не істеу керек екенін көрсетемін. Ал кеттік олай болса. Ол үшін Егов сайтына кіресіз. ECQ-ны қашықтықтан алу дейтін сервистер бөліміндегі ең бірінші тұрған бөлімді таңдайсыз. Одан кейін мына жақта түсіндірмесі бар, онлайн сұрау дегенді басасыз. Веб-камера орнатылғанына мән беріңіз. Осы порталға бірінші рет кіріп тұрған болсаңыз, жоғары жағында немесе оң жағында, сол жақ не оң жағында веб-камераны разрешить деген қалқыма терезе шығады, соны басып, рұқсат бересіз, сол кезде веб-камераңыз орнатылады. Бұл веб-камерасы бар адамдар ғана жүзеге асыратын амал. Веб-камераңыз компьютеріңізде жоқ болатын болса, онда ала алмайсыз. Міндетті түрде керек. Ноутбукпен кіретін болсаңыз, тіпті жақсы. Енді одан кейін жеке тұлға дегенді басамыз. GSN-ді енгіземіз. GSN-ді енгізгеннен кейін сұраныс жіберу дегенді басамыз. Міне, сұраныс жіберу. Веб-камерамыз қосылды, NCLR қосылды. NCLR-дан қалай орнатылатын мен сілтемеге салып қоям. Видеоны көретін болсаңыздар, қалай орнату керек екенін сол жерде айттым. Содан кіріп көріңіздер. NCLR деген міне мына жердегі бағдарламалар жолағында тұр, сол жерге орнатып қойғам. Енді біздің мәселе мынау. Қызылмен жазылып X белгісі тұрған жер. Сіздің GSN мобильдік азаматтар деректері қорында тіркелмеген. Тіркелу үшін операторға бейне қоңырау арқылы жүгінуіңізге болады. Ол үшін осы беттің төменгі оң жағында орналасқан кеңес виртуалды көмекшіні ашып, бейне қоңырау батырмасын басыңыз дейді. Одан кейін виртуалды кеңеске хабарласуыңыз керек. Тілді таңдау, қазақ тілі. Енді мына жердегі видео звонок дегенді басамыз. Микрофонды қосыңыз. Разрешить дегенді басамыз. Қоңырау кетті. Біздің камерамыз іске қосылды. Саламатсыз ба? Бірден қосылдыңыз ғой. Сіздің GSN мобильдік азаматтар деректері қорына тіркелмеген деп тұр. Соны тіркейін деп едім. Номерін айтшы, GSN номеріңізді тексеріп жүрейін. Маман сіздің GSN нөміріңізді сұрайды. Оны айтасыз. Жазып болғаннан кейін сіз нақты тапсырысты беруші адам екеніңізге көз жеткізу үшін сізді және жеке куәлігіңіздің алдыңғы бетін және артқы бетін веб-камераға жақындатып көрсетуін сұрайды. Нақты маманның көзі жеткеннен кейін сіздің телефон номеріңізді сұрап, соған SMS код жібереді. Сол кодты қайтадан маманға сіз айтасыз. Маман кодты теріп, базаға енгізгеннен кейін сіздің GSN-іңіздің авторизациядан өткендігі туралы хабарлайды. Бұл да тіркелді, енді 5-10 минуттан кейін көрсеңіздер болады. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар, алма. Біздің GSN-іміз тіркеледі дейді. Енді 10 минут күтеміз. Немесе қазір обновление жаңарту жасап көрейік. Егер кіріп кетсе, жақсы, кірмесе, оны көреміз. Жеке тұлға, сұраныс жіберу, мобильдік азаматтар деректер қорына тіркелген дейді. Міне, тез-ақ тіркеліп қойды. Керемет. Енді ECQ алуға көшеміз. Міне, енді менің телефон номерімді сұрап тұр. Өзімнің телефон номерімді жазам. Отправить. Маған код келу керек. Келді. Мен енді начать дегенді басамын. Енді мына жерде мұқият болыңыздар. Мына қалқыма терезе шығады. Енді разрешить дегенді басамын. Начать дегенді басамын. Осы кезде біздің бетімізде түсіретін камера қосылуы керек. Суретке түсіреміз. Ve отправить дегенді басамын. Селфи қосылды. Продолжить дегенді басамын. Обработка кетті. Қабылдады. Енді мына жерде 4 саннан тұратын біздің жеке кабинетіміздің паролін жазуымыз
керек. Енді өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жаза берейік. Задать пин-код. Енді қараңыздар, мына жерде құжаттарды қосу деген бар. Удостоверениені қосасыз, куәлігіңізді және паспортыңызды қосасыз. Қайсысы екеуінің қайсысы бар, соны қосуға болады. Енді загрузить файл деген бар және сделать фото деген бар. Мына загрузить фото дегенді басам. Екінші жағын басам. Енді отправить дегенді басам. Енді подтверждаю, что ин доставлен деген мына жерде батырма бар, соны басам да отправить деген тағы да басып жіберем. Личный кабинет деген бар, соған өтем. Енді одан кейінгі жұмыс тағы да біз рұқсат беруіміз керек. Разрешить дегенді басамыз. Жаңағы біздің жазған пин-кодымыз бар, соны енгіземіз. Оны енгізгеннен кейін бірден жаңағы ұлттық куәландыру орталығы PKGov-қа кіреді. Одан кейін мына жақта оқып шықсаңыздар болады, бірақ енді оны оқып отырмаймыз. Біз келісім береміз бірден. Оқып шығыңыз, егер келісім бермейтін болсаңыз, басудың қажеттігі жоқ. Енгізу дегенді басам. Енді менің құжаттарым шықты, міне почтамызды жазамыз. Өзімнің почтамды жаздым. Енді кілттерді сақтау орнының деректері. Біз алатын кілтімізді қай жаққа сақтаймыз? Соны көрсетуіміз керек. Дербес компьютерге сақтаймыз. Дербес компьютерді басқаннан кейін оның ішіндегі тағы тұратын жерін көрсетіңіз дейді. Мен мына Алтынбек Егов деген бар. 20 Егов деген. Соның ішіне тағы бір папка ашам. Ашу. Міне одан кейінгі біздің атқаратын жұмысымыз өтінімді беру. Міне өтінімді беру. Өтінімді беру кетті. Одан кейін міне өтінімге қол қойылып жатыр. Оның болып болмағаны білу үшін мына жаңарту деген пернені басамыз. Міне тіркелу куәлігі өтінім бойынша шығарылды дейді. Енді бізге сол кілтімізге кілтімізді пайдалану үшін бізге пароль керек. Енді жаңа парольді мына жаққа енгізесіз. Ұмытып қалмайтындай парольді енгізіңіз. Қойдым. Енді сертификатты жүктеу деген бар. Сертификат жүктеу дегенді басамыз. Міне, сертификаттар сәтті орындалды. ЕЦК кілттері қолдануға дайын дейді. Алынды, оны көру үшін қараңыздар, міне рабочий столға барамыз. Міне менің кілтім дайын тұр. Одан шығам. Енді не істеу керек? Қайтадан Егов порталына барам. Егов порталына барам. Сосын міне кіру деген батырма бар. Сол кіру дегенді басамын. Одан кейін ЕЦК дегенді басамын. ЕЦК дегенді басқаннан кейін мына жерде сертификатты таңдау деген бар. Сертификат таңдау дегенді басасыз. Енді жаңағы біздің рабочий столда сақтаған кілтіміз бар ғой міне. Мен жаңа кілт 202 деп сақтаған едім. Өздеріңіз көрдіңіздер. Осының үстін басам. Үстін басам, мына жақта ашу деген бар. Открыть деген бар. Енді екі кілт бар. Біреуі кіру үшін, екінші растау үшін. Out RSA деп жазылып тұрады. Біріншісін басасыз. Открыть. Енді мына жерге жаңағы сіздің жазған кілтіңіздің, Егов кілтіңіздің құпия сөзін жазасыз. Открыть деген басқанда міне сіздің аты жөніңіз, куәландыру орталығы барлығы шықты. Енді подписать дегенді басасыз. Міне Ракимбердиев Алтынбек Талғатович деген шықты. Міне құрметті достар, сіздерге барлығын егжей-тегжейлі түсіндіруге тырыстым. Менің видеом ұнап жатса, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, жауап беруге тырысам. Және арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны белгілейтін болсаңыз, қалқымалы терезеде менің жаңа видеоларым сіздерге келіп отырады. Сіздермен бірге болған Алтынбек Рахымберді. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.